Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дүкеннің сөресінде ақыға сатып алатын кеспенің, лапшаның үй жағдайында жасалу, кептіру және ұзақ мерзімге сақталу жолдарын үйрететін боламын. Ең алдымен бізге осы видеодағыдай керек заттарымыздың барлығын алдын ала дайындап алып, сұйық массамызды дайындауға кірісеміз. Тұзы ерігенше жақсылап араластырып, ұнымыздың үстінен құйып барып, қамырды илейтін боламыз. Дәл осылай бір-біріне біріккенше июын қандырып, жақсылап илеп аламыз. Видеодағы қоспамыздың барлығын мен описание бөліміне қалдырдым. Сол жақтан қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Осылай қамырымыз иленіп болғаннан кейін салфанға салып, 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін тағы да осылай қолдарымыздың көмегімен тағы да илеп алып, 30 минутқа немесе 1 сағатқа қалдырып қойсаңыздар болады. Әрі қарай қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды ең алдымен оқтаумен жаймас бұрын видеодағыдай мен сияқты қолдарыңызбен басып, содан кейін шет-шеттерін оқтаумен жайып барып, одан кейін барып ұн сеуіп жаятын болсаңыздар, қамырларыңыз жұмсақ әрі тез жайылатын болады. И дөңгелек өз пішінінен айнып кетпейтін болады. Дәл осылай әрі қарай қамырымызды жұқа болғанша жайып жалғастырамыз. Қамырымызды осылай үлкен қылып жайып болғаннан кейін жұп-жұқа қылып видеодағыдай мен сияқты майдалап кесіп алсаңыздар болады. Бұл жердегі ең фишка лайфхактың бірі, мен осы қамырларды осындай тапаны қатты отқа қыздырып алып, одан кейін баяу отқа қойып, осылай қамырларымды 1-2 секундқа кептіріп барып кесетін боламын. Сол кезде қамырларыңыздың арасы жабыспай, майда өте жақсы болып кесілетін болады. Одан кейін оны кептіріп қойғаннан кейін де сақырлап ұзақ мерзімге сақталатын болады. Дәл осылай мен сияқты видеодағыдай барлық қамырларыңызды кептіріп алыңыздар. Әрі қарай кепкен қамырларыңызды осындай матаның үстіне жайып, салқындатып алыңыздар, ыстық күйінде кеспеңіздер. Содан кейін осылай майдалап кесуге кірісетін боласыздар. Кесу пішіні өздеріңіздің қалауларыңызша майда немесе жуан, орташа қылып кессеңіздер де болады. Және де айта кетерлік, бұл жерде бұл қамырдан сіздер нан салманың қамырын да жасап қатырып қойсаңыздар болады. Барлық қамырымызды осылай майдалап кесіп болғаннан кейін қолымыздың күшімен арасын ашып сілкіп, одан кейін кептіруге кірісетін боламыз. Осылай таза матаның үстінен бүкіл кеспемізді орналастырып шығамыз, және де үстін жұқа матамен немесе марлі де болады. Таза марлімен жауып қойып, 1 күн бөлме температурасында қалдырамыз. 1 күннен кейін өзі алтын түстес болып, сақырлап, кеуіп, әдемі алтын түстес осындай кеспелеріміз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Одан кейін осындай кондитерлік дүкенде пластмасса заттар сатылады. Осындайға кепкен кеспелерімізді салып, осындай пищевой пленкамен ауа өткізбейтіндей қылып бетін жауып, кез келген жерге сақтай берсеңіздер болады. Дәл осылай менің әдіс-тәсіліммен жасап, уақыттарыңыз бен ақшаларыңызды үнемдеуге тілектеспін. Алдағы уақыттарда түрлі лайфхактармен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Айпана, назарларыңызға рахмет.